Барлықтарыңызға сәлем. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге бүгін таба таңдаудың жақсы және нашар жақтарымен өз білгеніммен бөліскім келеді. Сондықтан тыңдай отырыңыздар. Шойын ыдыс. Шойын ыдыс денсаулық үшін өте қауіпсіз. Бұл табиғи жабыспайтын жабын. Шойын ыдыс-аяқта дайындалған тағамдардың дәмі, пайдасы өте зор. Ешқандай бөтен иіс пен дәм болмайды. Бұл ең берік металл. Осындай бір ыдыстың сіздің ас үйіңізде болуы жеткілікті. Яғни сізге ұзақ уақыт бойы қызмет ететін болады. Сондықтан әрбіріміздің үйімізде шойын ыдыстың болуы абзал. Шойын ыдыс ағзамызға ешқандай зиянсыз. Табасы жақсының тамағы жақсы деген бекер айтылмаған. Келесі табамыз біздің тот баспайтын болаттан жасалған ыдыс. Бұндай ыдыс аяқтың түбінің сыртқы жабыны никельсіз пермитті деген жазумен және болаттан жасалуы керек. Осындай ыдыстар ешқандай улы емес. Келесі алюминий ыдыс. Алюминийден жасалған ыдыс біздің денемізде көп жағдайда алюминий мөлшерден шектен тыс, әсіресе тағамдарды фольгамен жиі пісірсеңіз, алюминий сонымен қатар қызған кезде жағымсыз иіс береді. Есіңізде болсын, алюминий бұл жүйке жасушаларына ерекше әсер ететін күшті нейротоксин. Сондықтан мүлдем алюминий ыдыста тамақ пісірмегеніңіз абзал. Мыс ыдыстар қолдануға өте жағымсыз. Қорғаныш жабыны болмаса, немесе жабыны бүлінген болса, ыдыс қышқыл тағаммен жанасқанда көп мыс бөледі. Бұл металмен улануға әкеледі. Мыс ыдыстардың құрамында никель бар. Никель бұл канцероген, рак ауруларын тудырады. Сондықтан мыс ыдыс мүлдем болмайды. Ыдыс-аяқ материалдарына ғана емес, ыдыс жабынына да назар аудару керек. Жабындар демек тефлон, мәрмәр, алмас, керамика, гранит, титан. Бізде тефлон, бұл тефлон өте қауіпті жабын. Сондықтан да тефлонды 200 градустан жоғары қыздырған кезде ол өте зиянды, ағзаға зиянды болып келеді. Сондықтан мүлдем тефлоны бар жабындағы ыдысты мүлдем алмағандарыңыз дұрыс. Келесі мрамормен қапталған ыдыс. Мрамор бұл ыдыс пайдалануға қауіпсіз емес. Мрамор жабыны тефлонмен бірдей, тек мәрмәр қоспасын қосумен ғана ерекшеленеді. Сондықтан мрамормен қапталған ыдысты да алмағандарыңыз дұрыс. Керамикалы жабынмен жабылған ыдыс зиянсыз болып табылады, тек 100%-ға керамика болған жағдайда ғана. Себебі кейбір ыдыстарда керамика астында қорғасы немесе кадмий, улы металдардың болуы мүмкін. Мұндай ыдыс егер механикалық зақымдалған болса, улылығын тағамға бөлетін болады. Сондықтан да бұл керамикалы жабынды да дұрыс пайдаланған жөн. Граниттен қапталған ыдыс. Ол тек тұтасымен қауіпсіз. Есіңізде болсын, бұл материал бірақ берік емес. Тез жіңішкеріп, сызылып кетуін білгеніңіз жөн, сызылып кететін. Ыдыс бүтіндігі бұзылғанда, яғни сызылғанда тағамға улылығын бөлетін болады. Сондықтан болғанда абай болғаныңыз дұрыс. Ең қауіпсіз алмазды жабын. Бұл 320 градусқа дейін қызған кезде мүлдем қауіпсіз. Ойланып көрейік, күнделікті өмірде одан да жоғары температурада тамақ пісіру, дайындау қажеті де жоқ шығар. Сондықтан мұндай жабын улы емес, қолдануға болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, мені қолдаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Алда мен тек тағамдарға ғана бөлісетін боламын. Бірақ бүгін қазандарды да айтып кеткенім жөн болар дедім. Себебі қазансыз тамақ піспейді. Сондықтан назарларыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркеліңіз.